Пассажирский перевозки деген ағу бар. Ең негізгі осы теміржол, Қазақстан темір жолының құрамындағы жолаушыларды тасымалдау акционерлік қоғамы бар. Ол үлкен несі бар. Жолаушылар тасымалдау жаңағы несі акционерлік қоғамының құрамында жүздеген вагондар бар. Ол жүздеген өзінің жекеменшік вагоны, оны өзінің еншілес кәсіпорны вагон сервиске береді. Жолаушылар тасымалдау мекемесі. Вагон сервис мекемесі оны жөндейді, енді жолаушылар тасымалдау акционер қоғамы өзінің еншілес мекемесінен жалға алады оны. Түсінесіздер ме? Яғни өзіне тиісті қаражатты соған жұмсайды. Бұл деген сіз өзіңіздің балаңызға бір затты бересіз, сол затты өзіңіз жалға аласыз. Бұл қандай логикаға келеді? Бұл логика емес, бұл тиімсіз пайдалану, бұл тиімсіз пайдалану ма? Бұл бір сырттай бұл ақшаны жымқырудың бір көзі ма? Түсініксіз дүние. Соның кесірінен миллиардтаған ақшаны бостан-бос вагон сервиске осы уақытқа төлеп келді. Ал вагон сервис ең сорақысы. Вагон сервистің мүлкі бұл жолаушылар тасымалдау акционерлік қоғамның мүлкі деп есептелінеді. Ол дочерний предприятие деп есептелінеді. Бұл ақысыз берілуі тиіс. А бұл оған жалға алып төлеп тұрған. Соның кесірінен бюджеттен мынау самұрық қазынаға және мынау КТЖ-дан қаншама миллиардтаған ақша бостан-бос бір қолдан екінші қолға өте берген. А оны шығын деп бухгалтериясында, бухучетында шығын деп келтірген, түсінесіздер ме? Кеткен шығыстар деп отырғызып қойған. Соңдан да осындай сорақы дүниелерді біз үзілді кесілді жоққа шығаруымыз керекпіз.